Мына сіздердің пештеріңіз. Енді қараңыздар. Әрқашанда давленияларыңыз мына 1,5-да болу керек. 1,5-да болу керек. Мына Мені түсірме. 1,5-да болу керек. Әкешінен. Мына 1,5-да болу керек. Давленияларыңыз 1,5-да болу керек. Мынау ыстық судың краны, мынау суық судың подачасының краны. Мынау подача обратка. Бұның бәрі жазылып тұр бұл жерде. Осы крандар ашық тұру керек. Мына аға ұстай тұрыңыз енді, видео түсіре беріңіз аға қарай. Ашық тұру керек. Енді мына жердегі мына кнопкалар. Мынау off деген жазу. Не деген білдіреді? Бұл өшіп тұр деген сөз қазір пеш. Дұрыс па? Енді оның қосатын кнопкасы мына кнопка. Мынаны басамыз. Қазір қосылады бұйыртса. Мына қосылды пешіңіз. Бірақ әлі ауасын шығардыңыздар ма газын? Жоқ шығарған. Қазір көреміз. Бірінші ауасын шығарады мүмкін. Жандан. Мына тесіктің ішінде қараңыз түсіріп алыңыз. Тесіктің ішінде от жанып тұр, көрдіңіз бе? От жанды. Енді мен сіздерге енді мына жерде 6 кнопка. 6 кнопканы түсіндірейін мен сізге. Бұл жерде біріншіден жаттап алатын нәрсе, мына бір кнопкалар мынау суреттерге ешқандай қатысы жоқ. Мына бір душқа, мына отқа, мына батареяның суретіне ешқандай қатысы жоқ. Енді мынау қосып өшіру кнопкасы. Бұны түсіндіңіздер, е? Енді қосып өшіретін кнопка. Мынау кнопка не кнопка? Бұл кнопка кейде газ болмай қалады. Не болмаса бір ауа жүрмей қалады. Сол кезде пеш не қылады? Бір мына жерге ошибка шығарады. Мына бір боковой панелінде жазылып тұр, мына жерде. Боковой панелінде мына бір ошибкалар көрініп тұрады. Осы ошибкаларды шығарады. Сол кезде осы кнопканы басып жіберсеңіздер, оның бәрі кетеді да, қайтадан сброс дейді. Сброс болады да, қайтадан өзі қосылады. Түсіндіңіз бе? Енді сет деген кнопканы не қыласыз? Бір рет бассаңыз, ыстық судың температурасын реттейсіз. Мына 60 қатты ыстық, 60 градус. Оны біз 45-ке қойып қоямыз. Енді екінші рет бассаңыз, отопленияның градусы, температурасы. Оны біз қазір қанша? 65-ке қойып қояйық. Не болмаса 60-қа қойып, 60 жеткілікті. 60 градус болды. Енді мына бір 4-ші кнопка түсініксіз, е? Бұл қандай? Мына жерде летний зимний режимге ауыстыру болды. Яғни мысалы қазір бассақ, ол жасыл болды. Көрдіңіз бе? Жасыл болды. Сонымен бұл қазір жазғы режимде тұр. Енді ыстық суды ашып тексерсеңіздерші. Ыстық су жоқ қазір. Ыстық су жоқ па? Қосылған жоқ. Қосылмады ма? Онда мынаны жаба салайын, мына суды. Ашып қойдым мен айтыпсе. Так, жаба салайық онда. Қалаға жабылады. Енді қайттан неге ауысып? Мына плюс-минус түсінікті, бір нәрсені көбейтесіздер, плюсті басып, не болмаса айтасыздар. Обязательно температура ма, басқа бір нәрсе. Так, енді режим ауыстық. Қазір режимға қызыл болды, көрдіңіз бе? Қыстық режим қызыл болды. Болды. Енді қазір бұл қайттан қосылу керек. Өйткені сіздің мынау температураңыз, мынау фактически температура қазір сіздің системаңызда 35 градус көрсетіп тұр. Бір режимнен екінші режимге ауысқан кезде кішкене 1-2 минут кішкене демалады бұл. Бұла мынада жаңа 1-2 деп қойып. Жоқ, ондай жоқ. Жоқ па? Тек қана плюс-минуспен міне. 60 градус міне. Көбейтесіз. Температураны ғана. Міне қазір қосылды, көрдіңіз бе? Өзінен өзі қосылды. Бұл режим отопления, міне радиатор. Режим отопления. От жанды, мынау не жанады? Түсіндіңіз бе? Жарық жанады. Болды. Ыстық су қоспайсыздар мынаны басып. Ыстық суды ашқан кезде өзі жанады мына жерде. Қызыл болып. Түсіндіңіздер ме? Болды, басқа ештеңке жоқ. Сол. Жанна